Сәлем, әдемі каналына қош келдің. Бүгін мен осы макияжды қалай жасау керек екенін көрсететін боламын. Кет. Макияжымызды бастайық. Ең алдымен, ең бірінші главный этап ол уход. Уходсыз ешқайда бара алмаймыз. Сол себепті мен қазір мицеллярная водамен, қазақшасын білмеймін, сол себепті мицеллярная вода. Менде ол Pussy деген брендінен. Оны мен ватный дискпен бетімді сүртіп шығам. Мицеллярная водамен обязательно бетіңізді сүртіп шығуыңыз керек, себебі бетіңізде шаң немесе неше түрлі керек емес заттар болуы мүмкін. Таңертең макияж жасасаңыз да осы мицеллярная водамен өтіп шығу керек. Кейбір адамдар ойлайды, ой, ладно, макияж бетімде жоқ, нормально, бетім таза, жасай берейін макияжды деп. А так нельзя, всегда надо все очищать. Ой, камера. Келесі, мен негізі шыны керек уход деген нәрсеге қатты махаббатым ашылмаған. Мен білмеймін, мен тек қана декоративный косметиканы ғана жақсы көрем. Ал менің сестренкам Айым, она прям обожает уходовая косметика десе болды, бүкіл жан дүниесін береді. Және сол Айым маған осындай гель кремін ұсынған болатын. Доктор Circle деген гель крем маған өте қатты ұнады. Ол ең басында өзіне алған болатын. Сосын, конечно, мен оны қолдан көрдім, маған ұнады, сосын мен оны алып кеттім. Сол үшін рахмет Айым. Крем ретінде любой крем қолдансаңыз болады. Ең бастысы ол бетіңізді увлажнять ететін, және де сіздің тип кожаңызға келетін болса, болды, онда все. Тогда супер. Вот так вот. Және де мойынға обязательно мойынды ұмытсақ. Сосын 50 жасқа келген кезде бетіміз тегіс, мойнымыз қыртыс болып тұрады. Келесі, мен уход жасап болдым. Менің уходым осы. Ең басты уходтардың бірі ол мицеллярка және де крем. Ары қарай өздеріңіздің тип кожаңыз қандай, соған байланысты уходтар жасасаңыздар болады. Мен өзім осылай жасаймын. Просто легко и быстро. Келесі, менің ең сүйікті каналкаларым ол Estee Lauder және де Charlotte. Уже бітіп жатыр. Мои самые любимые. Мен ол екеуін бірге қосамын. Неге? Себебі Estee Lauder өте плотный, және де бетке жаққан кезде кішкене андай бетке тартып тұратын эффект береді. Ол маған бұрын ұнайтын, қазір қатты ұнамайды. Және Charlotte. Екеуін араластырамын. Екеуін араластырып болғаннан кейін бетіме осындай әдіспен жағып шығамын. Және де менде тоналкаға арналған осындай кисточка бар. Санди Бексерға деген ең супер мейкап артист, менің ең сүйікті артисттерінің бірі. Біз оған сабаққа барған болатынбыз, мейкап курсына. Сол кезде бізге осындай кисточкаларын подарокке берген болатын. Ең күшті кисточкалар. Мен бұл уақытқа дейін неше түрлі кисточкалармен қолдандым. Біреуінің бір кисточкасы жетпей қалады, бір набордың мындай кисттері не очень болады, бірінердің даже ұстайтын жеріне дейін неудобный болатын. Ал мынау кисточка, посмотрите, просто какая она удобная. И даже тоналка мен жаққан кезде именно осы кисточкамен не үшін жағам, өйткені бұл экономить етеді. Өте қатты экономить етеді. Себебі жаққан кезде бұл слойды тонкий және де плотный етіп, бір жағынан күшті етіп жағып береді. Ал оған дейін мен дәу кисточкаларымен бүйтіп жаққан кезде бүкіл тоналкам бітіп қала беретін. Бұл кезде түсінбейтін, неге мен тоналкаларым тез бітіп қалады деп.
сөйтсем оның барлығы кисточкаға да байланысты екен. Осылай бьюти блендермен бір өтіп шығамыз. Себебі кисточкадан кейін іздер қалып қалуы мүмкін, немесе кейбір жерде жағылмай қалуы мүмкін. Мысалы, мына мұрынның екі жағы крылышки деп атайды. Сол бүйтіп жақпас үшін бьюти блендермен жай ғана өтіп шықсақ болды. Және де обязательно мойнымызға жағып, және де кішкене құлағымызға. Келесі консилер. Бұны мен көзімнің астына және де маңдай, яғни Т буква арқылы еріннің астына, және де кішкене мұрын, және де кішкене проблемный точкаларға, яғни прыщ шыққан болса, сол жерге жағуға болады. Жағуға. Және де оның барлығын мен бьюти блендермен растушевать етіп шығамын. Менде, кстати, байқасаңыздар, мына жерде шрам бар. Ол шрам қалай пайда болды менде? Ең бірінші Дубайға оқуға түскен жылы мен өзімше болып новая жизнь, новый этап жизни, начинаем все с белого листа деп спортзалға баратын болып шештім. Мен ол кезде Арина деген қызбен тұратынмын. Ол Москва, Россиядан, орыс қыз. Мен онымен бірге тұрғанмын. Ол деген спортқа деген таңертең сағат 6-та тұратын, прям правильно завтракает, правильно ужинает, правильное питание, всегда калории считает. Мен ондайға вообще ондай көрмегем. Менің жейтін тамағым ол үйдің макароны, там картошка, сковородкада піскен үйдің тамағы, кілең сондай тамақтар болатын. Оның тамағын көріп, мен вообще в шоке боламын. Сосын мен онымен бірге, келесі менде контуринг Kiko деген брендтен стик ретінде, менде ол уже тоже бітіп жатыр. Ну ничего, оны мен былай жағып шығамын. И короче, вот. Что было? И мен сол Аринамен бірге спортзалға барамын деп шешем. Ол маған айтады, сағат 6-та тұр, бірге барамыз дейді. Мен айтам, жарайды, барам деймін. Ол мені оятады. Таңертең сағат 6-да мен деген мотивацияға ойып алған жүріп кеттік деймін да, бірақ тамақ ішпеймін. Ол бар. Еще тағы да бір жыл не занималась спортпен, вообще не увлекалась бір жыл бойы. Сосын мен таңертең бастаймын, ол маған көрсетеді, қандай упражнение жасау керек екенін. Ол уже, чтобы вы понимали, уже профессиональная спортсменка. У нее прям такое тело, прям такое мышцы очень классные. Мен оның фигурасына қызығып, давай деп барам. Сөйтіп, бір-екі упражнение жасаймын, Адеманың басы айналады, көзім қараяды. Сосын мен туалетке барып бетімді жуып тұрғаннан кейін, бүйтіп басымды көтеріп жүріп баратқан кезде көзім қарайып, в общем, упала где-то. Сосын тұрсам, оказывается, былай стеклянный дверге бүйтіп ұшына құлағым, оказывается. Бірақ оны мен дым сезген жоқпын, больницаға бардық та, тез барып, барлығын тігіп істеп берді. Енді қазір менде мынандай шрам бар. Вот так вот. Мен, кстати, мұрын контурингін всегда жасаймын. Оны мен қалай жасаймын? Мұрынның астына және де мына екі жағына бір өтіп шығамыз. Мынандай кисточкамен астын және де былай. И көз жаққа қарай кетеміз. Вот так вот. Контурдан кейін менде румяна, тоже Kiko деген брендінен. Бұл менің румяным емес, себебі менікі бітіп қалған. Бұл томиристікі. Каждый раз өзіме сейчас возьму деп, соны мен әлі жүріп ала алмай. Оны мен тоже мынандай кисточкамен контурды жаққан секілді дәл солай өтіп шығамын.
Сіздерге бір лайфхак. Бұны мен Санди Бексерға курсынан өткен болатынмын. Я надеюсь, что она мне разрешит, чтобы я это показала. Осындай ең ақ оттенокті алып, консилердің көздің мына жеріне кішкене, және де ерін мен мұрынның арасында, ерін мен құлақтың арасынан бір сызық жасап, және де мындай осылай жағып, оны растушевка етсек, более такой лифтинг эффект шығады. Яғни консилерді мен мына жерге емес, керісінше мына сүйектің үстінен өтіп шығамын, чтобы мен көзімнің андай взглядым более лифти эффект сияқты көрініп тұрады. Видите сразу, визуально. Прям классно. Это я рассказываю только вам. Я это никому не рассказываю. Және де осылай маңдайдың ортасына, иекке, және де кішкене мұрынның ортасына өтіп шығамын. Және де мен өмірім мына жерім аппақ болып тұрады. Маған ол кішкене ұнамайды, және сол қалдықтармен былай кішкене мына жерде өтіп шығамын. Және де үстінен кішкене ғана өтіп шығамын, себебі мен контурды өте қатты жақсы көрем. Бетім қап-қара болып тұрса да, я прям обожаю. Кішкене мынандай эффект беріп, себебі консилерден кейін, румянадан кейін бетім цветі де кішкене басқаша өзгеріп кетеді. А я люблю такой загорелый такой цвет, оттенок. Осылай кішкене үстінен өтіп шығам. Мына шаштың арасына обязательно. Және де мойынға. Мен сухой продуктқа өтеміз. Косметикаларға ең бірінші мен пудрадан бастайым. Мен бұлай бір кисточкаға жинаймын да, асықпай, көздің астына ең бірінші. Бетіме өтіп шығамын. Ой, вы падаете. Вот. Мен, кстати, андай чехол, помните, алып едім ғой, который айнаға жабысады. Бұны алып, енді осындай видео түсірем деп шештім. Осыдан кейін мен енді контур жағам, сухой контур. Менде Milani, уже кір-кір, вот, Milani деген брендінен бұндай контурды мен ұзақ іздедім. Мен бұндай контурды Шарлоттадан және Диордан көргенмін, бірақ ол косметикалар қымбат, және де ол бағасы тұрмайды. Ал мынау косметика маған ұнағаны, то что ол бағасы да жақсы, и өзі как продукт ретінде прям вообще супер. Мен бұны контур жағатын жерге жағам, и еще. Келесі бізде румяна, тоже сухой, Too Faced бренді. Бұл көрсетіп жатқан косметикаларым, бұл менің ең сүйікті косметикаларым. Көбісі ойлайды, менде өте көбісі ойлайды, мен 25-темін деп. Көбісі ойлайды, менде өте көп косметика бар деп. Негізінде олай емес. Мен алған кезде косметиканы өте мұқият қараймын. Мен онымен қолданамын ба, қолданбаймын ба, ойланамын. Ол продукт маған ұнайды ма? Сол кезде ғана аламын. Ал былай сразу ұнап қалып ондай алу деген, почему-то менде ондай жоқ. Румянаны жағып болғаннан кейін мен обязательно бейкинг жасаймын. Бейкинг деген нәрсені мен осы Дубайда жүріп жасап бастадым. Может быть, потому что арабки, они любят бейкинг, беттері бір четкий контур болған жақсы көреді да. И мен көзім үйреніп, может быть, мен тоже соны жасап бастадым. Ол жасау үшін обычно мен осы Huda Beauty деген пудрасын қолданатынмын, бірақ бұл пудра маған қатты ұнамайды. Сол себепті мен обычный пудра, яғни менде ол Alexa Ven деген брендінен. Мен оны кішкене былай аламын.
міне осылай кішкене аламын да, сосын осындай специальный бұл не кисточка специальный затымен, атын ұмытып қалдым қалай екенін, осылай аламын. Кішкене продукт осылай. И көздің астынан, яғни мына мұрын контурингіне тигізбей, бір-бірден бұлай өтіп шығамын. Вот так вот. И осы жағынан тоже осылай. Көздің астына жағып болғаннан кейін мен обязательно мына жерге жаққанды жақсы көремін. Яғни бұл прям бұл пудрамен мен кішкене 5 минуттай күте тұрамын. Бұл кішкене бетке сіңу керек. Қазір білмеймін, Қазақстанда қыздар жасай ма бұл методты, себебі Қазақстанда қазір көп көретін қыздардың макияжы более такой легкий, максимум тоналка, там консилер чуть-чуть, бровки чуть-чуть. Мен мына жақта білмеймін, из-за того, что бәрі бүкіл арабки так красится, может из-за этого я тоже люблю красить прям так эффектно, мощно, по полному, по максимуму. И в общем нравится. Келесі менде брови, қасымды жасаймын, оған мен Benefit деген гель для бровейін қолданамын. Бұл менде мындай қоңыр түсті. Бұл менде мындай қоңыр түсті. 4-ші оттенокте. Бұнымен мен өз қасыма өзімнің цветін берем, себебі тоналка барлығын жаққан кезде қасымның түсі вообще жоқ кетеді. Сол үшін мен кішкене өтіп шығамын. Сразу такой эффект по-другому. Хотя менің негізі қасым бар, просто ол мен ақшыл болғандықтан, менің қасымның цветі де кішкене ақшыл. Сол себепті маған каждый раз қастарымды осындай цветной гельмен бояп тұру керек. Себебі бұл вообще көрінбейді. Так, мен мынау камерам чехолы вообще маған ұнамады, потому что он вообще не держится. Сорян. Келесі мен карандаш для бровей, тоже Benefit. Қасым жетпей тұрған жерге кішкене бояп, формасын беретін боламын. Мен, кстати, не себепті влогымды, яғни YouTube каналымды қазақ тілінде жүргіземін деп шештім. Біріншіден, бұл менің ана тілім. Екіншіден, маған өзіме қазақ тілінде неше түрлі видеолар қараған ұнайды, бірақ өте аз. Үшіншіден, менің ойымша, именно вот осындай қыздардың темасында просто болсын, влог болсын, осындай видеолар, осындай контент бізде өте аз. Сол себепті мен қазақ тілінде жүргіземін деп шештім. Және де бұл канал негізі өзіме ұнайды. Осылай камераның алдында сөйлеген, камерамен жұмыс істеген, камераға көрсетіп, не істеп жатқанымды түсірген, монтаж жасап. Мен даже, представляете, мен даже история саламын ғой инстаграмға, сол кезде мен, не знаю, кім қарады, неше просмотр болды деп қарамаймын. Просто алам, салам бітті. Сосын қарайтын адам қарайды, қарамайтын адам қарамайды. Вот так вот. Мен ұмытып кеттім сіздерге айтуға. Карандаш для бровейден кейін мен осындай Cali Girl, Charlie Girl, Sally Girl. Короче, мындай тенимен қолданамын. Бұның мен именно мынау бірінші оттенкімен қолданғанды жақсы көремін. Бұнымен мен тек қана қастың шеттерін бояймын. Осы кисточкамен мен қасымның астын өтіп шығамын. Формасын нақтырақ береді.
тысымның астын ғана өтіп шығамын. Үстін жақпаймын, себебі үстін өтсеңіз, как-то вот неестественно смотрится. Енді бьюти блендермен бұның барлығын растушевать етемін. Келесі мен гель для бровей, тоже Pussy. Ең күшті гель для бровей, білмеймін, бұдан артық гель для бровейді көрмеппін. Бұнымен мен ең бірінші астыға қасымды бояймын, сосын үстіге өтемін. Так, я не вижу. Сосын үстіге былай өтіп шығамын. Және де мен жасаған консилерді былай бірге алып өтемін. Себебі қатты чёткий болса да, ол әдемі көрінбейді. Пудраға арналған кисточкамен көзімнің астындағы артық пудраны алып тастаймын. Қазір мен көзімді By Mario деген тенимен бояйтын боламын. Осындай оттеніктермен. Ең бірінші мен осындай оттенікті аламын. Полностью бір өтіп шығамын осылай үстінен. Как база ретінде. Кстати, мен бұл кисточканы мен мұрынға контур жасаған кезде қолданған болатынмын. Көзге де қолдана берсеңіз болады. Және де осы оттенікпен кішкене мұрынға контур жасап жіберемін. Темнее теняларын аламын, яғни ол мынау тени, мына түсті аламын. Және де оны мен көзімді жұмып, прям кірпіктерімнің жанынан бір өтіп шығамын. Және де жаңағы ақшылдау оттенікпен оның үстінен тағы да бір өтіп шығамын. Дұрыс тушевка болу үшін. Және де бұлай шетке BC эффект беремін. Сосын осы тенимен, бірақ одан да кішкентай кисточкамен көзімнің астын өтіп шығамын. Себебі карий глаза болса, сізде қоңыр түсті көзіңіз болса, онда көздің астын прям мынандай оттенікпен өтсе, вообще белиссимо болады. Яғни, қазір көрсетем. Осылай. Және де көздің астына дейін светлый оттенікті аламын да, как раз тушевка ретінде тағы да өтіп шығамын. Және де бұл тениді аламын да, мен осылай жоғары қарай өтемін. Және де осылай мен стрелка жасаудың алдында сызық жасаймын. Чтобы стрелканы оңай сызу үшін. Темный оттенік тени жақ болғаннан кейін мен жақында осындай күшті тени алған болатынмын. Бұл тениға я прям влюбилась. Это Urban Decay. Мынандай тени. Смотрите, как блестят. Ой. Вот, смотрите. Какая красота. Көзге жаққан кезде это вообще космос. Туш ретінде менде L'Oreal телескопик, және де Tom Ford наращенные ресницы. Не үшін мен оны бояймын, себебі тоналка жаққан кезде бұл кішкене түсін кетіріп алады. Сол себепті мен кішкене үстінен түсін беру үшін ғана бір өтіп шығамын. L'Oreal тушымен. Неге L'Oreal? Потому что маған ұнайтыны ол
L'Oreal'дің кисточкасы ол екі түрлі, яғни бір жағы плоский, ал бір жағы мындай щеточкасымен. И мен мына плоский жағымен өзімнің астыңғы кірпіктерімді бояймын. Стрелка жасау үшін мен обычно фломастеровый подводкамен жағамын. Жаңа жасаған тенемен, яғни біз бұған көзімізге форма бердік. Мен осымен бір стрелка жасайын. Қазір айнасыз өте қиын маған жасау. Консилер менің просто супергерой. Бәрін алып тастайды, керегін алып тастайды, керек емесін алып тастайды, керегін керісінше көрсетеді. Жаңағы кисточкамен мен үстінен артық стрелканы алып тастаймын. Мен, кстати, сіздерге айтуға ұмытып кеттім. Ең басында уход жасаған кезде бальзаммен қолданыңыздар, себебі еріндеріңіз уже дайын тұру керек. Ал мен оны ұмытып кеттім. Сосын салфетканы аламыз. И үстінен былай жасасаңыз, потом обязательно мынау қалып қалған тоналка консилермен үстінен өту керек. Менің ең сүйікті карандашым бірі ол Vivienne Savo. Ол екінші оттенок Vivienne Savo. Ғана контурдан кішкене чуть-чуть басам, прям қатты емес. Осымен менің кешкі макияжым дайын. Видеоны соңына дейін қарағаныңа рахмет. Комментарий жазып, қалай болды, ұнады ма, ұнамады ма, может, дұрыс айтпадым ба, соны жазып кет, және де подписка жасап, лайк басып кетуіңізді сұраймын. Жақсы көрем. Пока!